Достар, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Өзім лицомен шығайын сіздерге. Менде барлығы жақсы. Шүкір Аллаға. Кішкене өз-өзіме келіп жатырмын. Алдында нагрузка болып кетті ме? Ауылда 3 күн қатарынан крышаның үстінде 38 градуста жүрдік. Аллаға шүкір барлығын бітіріп, Алматыға келіп алдық. Енді машинаға да вложение салмасаң, машина жүрмейді, дұрыс па? Мысалы, өзің тамақ ішпесең, өзіңді жүрмейсің ғой, сол сияқты машинаға қарап тұру керек. Қазір Аллаға шүкір машинамда да өзімнен де барлығы жақсы, барлығын жөндедік, барлығын реттедік. Кеше негізі күн ыстықта, прикинь, мен таныстарымның көбісінің машинасы құртылған ғой. Күннің ыстығында бензин насосы қызып кеткендер, коробкасының майы ағып кеткендер, күннің ыстығында май сұйық болып ағып кетеді екен да. Шүкір, қазір барлығы жақсы, майды ауыстырдық, коробка, мотор, полный, барлығы дың, барлығы зың. Енді жұмысқа кірісеміз. Осы аптада жиналып болған заказдардың барлығын жібердім Бишкекке. Қазір таныс ағалары бар еді, Бишкекке қарай өтетін, сол кісіден беріп жібердім. Бұйыртса енді қайтадан заказдарды жинаймыз. Келесі апта Алла қаласа мен өзім барып қалам. Сол кезде мен өзім жеткізетін болам. Осы жолда негізі өзім баруым керек еді. Бірақ та енді ауылдан өзім жаңадан келгеннен кейін жұмыстарым бәрі жиналып қалғаннан кейін қазір осылай салып жіберіп қана отырмын. Так что қайтадан жинаймыз заказ.